Қалайсыңдар оқушылар? Давай. Сәлем. Так, біз алдын саған қандай тақырып өттік? Туынды, иә? Так, жата бүгін азбыз ғой. 12 қараған тапаймен Ассалаумағалейкум ағайка, сіздеп жатырмын, кіргізе қоямын. Сәлем. Так, мен экран көрінді ма? Иә. Бүгін туындының геометрия және физикалық мағынасына тоқталамыз. Яғни біз алдында функциялардың туындысын тауып өттік. Сол функцияны геометрия және физикалық мағынада қалай қолданамыз, соны не білдіреді. Бірінші, бұрыштық коэффициент тапқан кезде. Бұрыштық коэффициент бізде түзуде беріледі. Мысалы, графикті елестететін болсақ, бір түзу былайынан орналасады. Түзудің, яғни бұрыштық коэффициент мына жердегі альфа болса, осы жерде тангенс альфаны табатын болсақ, яғни түзуде қаны білдіреді. Сол бізде бұрыштық коэффициент білдіреді. Түзудің теңдігі қандай еді? Y болады, x қосылған b. Осы жерде k-мыз бұрыштық коэффициент. Сол былай тангенс альфамен де өрнектесек болады. Соны енді кейде тангенс альфаны үшбұрышқа салып есептемей-ақ функция берілсе, соны несін бұрыштық коэффициент таба берсек болады. Яғни бұл жақта әртүрлі функция береді, сол функцияға жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициент табамыз. Жанама всегда түзу болып табылады деген сөз. Вот. Мынандай бір функция беріледі. Соған x-нің нүктесі -1 нүктесіне жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табу керек. Яғни бұрыштық коэффициент деген мысалға, жанама деген бір функция орналассын, былай мысалға, былай бір функция орналассын. Мына нүктеге жанама жүргізетін болсақ, жанама бір ғана нүктеде жанама өтетін нүкте. Мына түзу бар. Осы түзудің OX өсімен жасайтын бұрыштық коэффициент білдіреді. Альфа десек, сонда тангенс альфаны тапсақ, осы жанаманың бұрыштық коэффициентін табамыз. Ол мына формуламен есептеледі. К-ны кейде тангенс альфа деп білсек болады, кейде бұрышы беріледі. Немесе туындыны алып, соған x-нің нүктесін қойсақ, бізде сонда бұрыштық коэффициент шығады деген сөз жанаманың. Вот астында функция берілген, x квадрат қосылған x бұл параболаның графигі, соған x0 тең -1 нүктесін жүргізген жанаманың бұрыштық коэффициентін табу керек. Ол үшін бірінші туынды аламыз. Мына функциядан туындасақ, x квадраттан туындасақ, 2x. x-дан туындасақ, 1. енді x0-ні апарып орнына қоямыз деген сөз. x0 өзімізде -1 тең, сонда x-ның орнына -1-ді апарып қоямыз. 2 көбейтілген -1 қосылған 1, сонда қанша -2 қосылған 1 тең болады, -1-ге тең деген сөз. Түсінікті ма? Сонда бұрыштық коэффициенті бізде k-мыз тең болады -1. Так, ары қарай мына функцияны табайық. Мына функцияның x-тен -1 нүктесіне жүргізген жанаманың бұрыштық коэффициентін табу керек. Егер туындаса 5x-ның 4 дәрежесі, азайтамыз 10x, 3-тен туындасақ 0-ге тең. Енді осының орнына апарып, -1-ді апарып қоямыз. 5 көбейтілген -1-дің 4 дәрежесі, азайтамыз 10 көбейтілген -1-ге. -1-дің 4 дәрежесі 1-ге тең, азайтамыз, -1-ді -ға көбейтсек плюс 10 болады екен, сонда 15 шығып кетеді. Бұрыштық коэффициент 15. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Так, кеттік. Мына функциядан туынды алып, x тең 0 нүктесіндегі жанаманы табу керек. Ln-ның туындысы қандай? Ln x-ның туындысы? бір бөлінген x. Ln функциясының туындысы 1 бөлінген x. Сонда бұл бізде 2 бөлінген x шығады деген сөз. Енді нені x0 2-ні апарып қоямыз, сонда 2-ні 2-ге бөлсек, бізде 1 шығады деген сөз. Сонда бұрыштық коэффициентіміз 1-ге тең деген сөз. Ары қарай жанаманың теңдеуі. Вот жанаманың теңдеуі мынандай болып табылады бізде. Мына жақта штрих дегеніміз k-ны білдіреді деген сөз. f'-k-мыз бағанағы бізде k деп отыр. Сонда түзудің теңдеуі y тең болады. Kx қосылған b түріне келеді ғой. Вот сонда анау
x бізде просто x айнымалы ретінде тұрады. x0 деген бізде берілген нүкте, қай нүктеге жүргізетін? Ал y0 дегеніміз бастапқы y деген функцияның орнына x0-ді апарып қойғандағы мәні деген сөз. Келіп мысалға тоқталайық. X тең 1 нүктесіне жүргізілген мына функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін табыңдар дейді. Бірінші сразу y0 тауып алсақ болады. y0 дегеніміз бастапқы функцияға x0-ді апарып қоямыз. Сонда x0-іміз 1-дің квадраты, азайтамыз 5 көбейту 1 қосылған 11. Сонда 1 азайтылған 5 қосылған 11. Так, 12-ден 5 азайтамыз 7 шығады дейді. Біз y0-іміз енді туындысын табамыз. Бірінші туындысын тапсақ, мына функциядан туынды аламыз. Так, 2x азайтылған 5. Потом 1-ді апарып қоямыз. 2 көбейту 1 азайтылған 5, сондан кейін 2 азайтылған 5 тең болады -3-ге. Все, енді формулаға барып қоямыз. Бірінші, штрихтің мәні қойылады, -3, туындысын тауып орнына қойғандағы мәні. Потом x азайтамыз, x0-іміз 1-ге тең. Қосамыз, y0 7-ге тең. Все, арға жақтан ашамыз, сонда 3x плюс 3 қосылған 7. -3x қосылған 10 деген түзудің жанаманың теңдеуі пайда болады. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Ол суретте параболаның берілген теңдеуі и А нүктесіне жүргізілген. Нүктесінің координатасын алдында. И мына бізде жанама болып тұр. Жанамадағы суретте көрсеткендей x осымен қиылысатын бұрыш жасайтын бұрыш бізде альфа. Осы жерде тангенс альфа бізде бұрыш коэффициенті береді деген сөз. Енді жүрген жанаманың теңдеуін жаз. Мына нүктеміз x0 және y0 тең, дұрыс па? Ол бізде мынау. Мынау x0, мынауымыз y0 деген сөз. Енді бізге y0-іміз мәні бар -3-ге тең. Енді біз туынды аламыз. x-тан туындасақ, 2x азайтылған 2. Енді туындың орнына қай 2 деген нүктені апарып қоямыз. Өйткені x0 ғой 2. 2 көбейту 2 азайтылған 2 тең болады 2-ге тең. Сонда жанаманың теңдеуі штрих x0 яқта x азайтылған 0 санымыз y0 еді ғой. Себебі бізде туынды қойып, туындысын алып, x-нен қойғанда бізде 2 шықты. Мына 2 көбейтеміз x азайтылған 2-ні, өйткені x-нөліміз 2-ге тең, ал y-нөліміз -3-ге тең. Жақсыланашсақ, 2x-нан 2-ні де көбейтеміз, -4, -3. Сонда жауабымыз 2x -7-ге тең. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. X тең 7 нүктесінде мына функциясына графигіне жүргізген жанама мен OX ось арасындағы бұрыш 45 градус еді. Аның мәнін табыңдар дейді. Бізде альфа 45 градус, иә? Ал тангенс альфа бізде, тангенс альфа деген 45 қой. Мысалы, К-мыз бұрыш кетіміз тангенс альфаға тең. Тангенс альфаға тең. Бұл деп отқанымыз тангенс 45-ге тең. Тангенс 45 неге тең? Раз 2 бөлмеге. Ол синус 45. Тангенс 45? 1-ге. 1-ге тең. Вот. Енді бізге мынаяқта А деген мәнін табу үшін біз мынаяқта бізде бұрыш коэффициенті бар ғой. Ал бұрыш коэффициенті екінші рет біз туынды алып тапсақ болады, иә? X0 қойып былай теңестірсек болады К-ны. Осыны саламыз. Бірінші туынды алсақ, 2x қосылған А. AX-тан туынды А шығады деген сөз. Енді орнына 7-ні апарып қоямыз. 2 көбейту 7 қосылған А тең болады. К-мыз бізде 1-ге. Сонда 14 қосылған А тең болады 1. Сонда А тең болады -13-ге. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай.
y тең болады k1 енді мынандай момент бар. Бізде екі түзу бір-біріне қандай жағдайда параллель болады? Алдында функция өткенде айттым ғой. Екі түзудің бұрыштық коэффициенттері k1 мен k2 бір-біріне тең болатын болса, онда екі түзу параллель дейміз. Параллель орналасады. Ал егер k1 мен k2 көбейтіндісі -1-ге тең болатын болса, онда бұл екеуі переменчикілер деген сөз. Бізге осы екі информация маңызды, өйткені қазіргі есептерде осы екі информация байланысты есептерде болып қалады. Сен түрленесің же. Так, бізге айтады, f от x 2x-тің p азайтылған 5x квадрат қосылған ax қосылған 1 функциясының графигі x тең 2 нүктесіне жүргізілген жанама y тең 15x минус 1 түзуіне параллель дейді. Аның мәнін табыңыз дейді. Бізге мына түзу мынандай айтып тұр. Y тең болады 15x азайтылған 1. Екінші түзуіміз бізде жанама. Ол білмейміз. kx қосылған b түрінде болады. Мына екеуі, мына екінші жанама. Бізге керек функция мынандай болу керек. Енді мына екеуі бір-біріне параллель дейді. y1 мен y2 айтып тұрсақ бір-біріне параллель дейді. Параллель шарт бойынша қандай бізде жаңа? k1 тең k2. Сонда екеуі де неге тең болу керек? 15-ге, иә? Өйткені бірінші функцияда k 15-ге тең емес па? Иә. Онда бізге керек k2-міз 15-ге тең деген сөз. Бізге де айтады, нүкте берілген, нүкте жүргізілген, енді ана мәнін табу керек. Все, бізде x нөліміз 2-ге тең, k-міз 15-ге тең екендігін білеміз. Енді мына бастапқы функциядағы аны қалай тапсақ болады? Туындалады, мысалы k дегеніміз f' x нөлі қойғанға тең деген сөз. Все, осы информацияны білу арқылы бастапқы функциядан туындалайды. Соны орнына апарып қойып екеуін теңестіреміз. Так, сонда 6x квадрат минус 10x қосылған a. X-ның орнына біз 2-ні апарып қоямыз. 6 көбейту 2-нің квадраты. Азайтамыз 10 көбейту 2 қосылған a тең болады. K-мыз 15-ге тең. Так, сонда қанша? 4, 24, азайтылған 20 қосылған a тең болады 15-ге. a тең болады неге? Ne екеуін азайтсақ? 4, 4-ті бұлай қарай жібереміз 15, минус 4 болады, сонда 10 болады. a-ның мәнісі 10 екен. Так, ары қарай. Мынандай функция берілген. Осы функция графигіне жүргізілген жана мына түзумен берілген деді. Жанасы нүктесін табыңдар. Яғни, мынау бізде параллель перпендикуляр емес, просто жанаманың өзі болып тұр бізде. Осы жанаманы k неге бірге тең. Өйткені x-ның алдына коэффициент 1 болып тұр, сондықтан бірге тең. Енді жанасу нүктесін табыңдар. Жанасу деген x-нөл нүктесі деген сөз. X-нөлді қалай табамыз? Туындалаңыз. Бізде k белгілі. Сонда k дегеніміз туындалып x-нөлді қойғанға тең, иә? Осы екі информацияны біріне теңестіреміз. Так, сонда не бар? Туындасақ 4x кубе азайтамыз 3x квадрат қосамыз 3x минус 1. И бұл тең болады k-ға. Мақыл бұл бітекіз бақыл k емес, f' деп тұрдық. Енді f'-ға x-нөлді апарып қоямыз, сонда мынауымыз x-нөлдің кубы, 3x-нөлдің квадраты, қосамыз 3x-нөл азайтылған 1, и сонда бұлымыз k-ға тең болады. K-мыз бізде 1-ге тең. Ары қарай қалай шығарсақ болады теңдеуді? Мына нені береді бізге?
қысқаша өтіп болмасын бере ма? Иә. Қандай береді? X азайтылған бірдің кубын бере ма? Иә. Все. Бірдің кубы, бірдің кубы деп жасасақ. Вот сонда x минус 1 тең болады 1-ге, x тең болады 2-ге. Потом ары қарай 9x азайту y тең болады 5-ге. 5 түзуіне параллель болатын мына функцияның графигіне жүргізген жанама теңдеуін жазыңыз дейді. Бізге айтады, мына түзуге параллель дейді. Осы жерден өзін ыңғайландырып алсақ, y тең болады 9x азайтылып 5, К'мыз неге тең? Параллелдік осыны жанаманың касы деп қарастыра береміз. Енді мына функциядан туындаламыз. Сонда қанша? 3x квадрат азайтамыз 18. И осы тең болады k-ға, x нөлді апарып қойыз. Осы тең болады 9-ға. Ары қарай 3x нөлдің квадраты тең болады 27-ге. Ал x0 тең болады, x0-дің квадраты тең болады 3-ке бөлсек 9, x0-іміз тең болады плюс минус 3-ке. Екі мән шықса, екі мәнді қарастырамыз дейміз. Өйткені екі жерден де орналасуы мүмкін параллельно. Сондықтан екеуін де қарастырамыз. Так, енді бізге x0 шықты, y0 табу керек. y0 үшін бірінші x0 тең 3 деп қарастырып, плюс 3 деп. 3-тің кубы азайтамыз 18 көбейту 3 қосылған 20. Так, 27 азайтылған 54 қосылған 20 тең болады. Қанша болады? 27 елді қазысақ, минус 27, 20 азайтсақ, минус 7. Так, енді түзуін орнына қоямыз. Бұрышты коэффициент 9. X азайтылған 3, азайтылған 7. Жақсы нашылар. 9x минус 27, минус 7, сонда бізде болады 9x минус 34. Мынау бірінші теңдеуіміз. Жаңа бірінші жанамамыз. Енді екінші жанама. Бізде x нөліміз минус 3-ке тең. Осына бап. Қосамын. Есептесек, минус 27, плюс 54, плюс 20. Так, минус 27 қосып 54, 27, оған 20 қосамыз 47. Сонда бізде жанаманың теңдеуін жазатын болсақ, бұрыш коэффициентін 9, x қосылған яқта минус 3 қосақ плюс 3, яқта плюс 47. Сонда 9x плюс 27 қосыламыз 47. Так, сонда шығады 60, 70 па? Сонда бізде мынандай екі жанама болады. Екеуі де қабылданады. Түсінікті? Иә. Так, мынандай егер болады x минус 8. Мынандай функцияның графигіне қандай нүктеде жүргізген жанама OX осымен 45 градус бұрыш жасайды. К'мыз неге тең? 1-ге. Яғни тангенс 45 деп ала саламыз, иә? Сонда бұл бізде 1-ге тең болады. Енді мына нүктеге қай нүктеде жанама жүргізілген дейді. Ол үшін туындаламыз. Қалай болады? Алынады. 1-де 1. Бір шығамасында туынды. Бірінші U бөлінген V деген бойынша аламыз. Үстінен туындасақ. 1. Оны көбейтеміз аңғысына. Азайтамыз. Үстіңгісі сол алып жазылады. Астыңғысынан туындасақ 1. И астыңғысының квадраты болады деген сөз. Сонда ақшамдасақ. X қосылған 8 минус x плюс 8. Асты x қосылған 8-ден тұрады. Так, сонда ақшамдайсымызға x-тен бетеді. Ау? X-тар жойылып кетеді. И осы болады 1-ге деген сөз.
Сонда 16-ны 16-ға бөлсек қана 1 шығады. Значит, x қосылған 8-дің квадраты тең болады 16-ға. Сонда x қосылған 8-іміз 4-ке тең, x қосылған 8-іміз минус 4-ке тең. Яғни x 16-ның қайсысында 4 пен минус 4-дің квадраты болады. Сонда x тең болады мына минус 4, x тең болады мына минус 12 деген сөз. Сонда мына екі нүктеде жанама жүргізілген. Түсінікті ма? Yeah. 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 Ары қарай. Мына функция графигіне горизонталь жүргізген жанама теңдеуін жазыңдар дейді. Горизонталь деген y тең болады. Просто b. K-мыз 0-ге тең деген сөз. Түсінікті ма? Yeah. Так, мынаның туындысын аламыз. Жоқ. Так, оны шығарам екен туындысымен. Нағыз шығарып көрейік, олай да. Екінші жолына қазір тағы бір жолын көрсетіп берем. Туындысын тапсақ, 8x минус 8, я? И қамыз нөлге тең. 8x 0 азайту 8 тең болады нөлге. 8x 0 тең болады 8-ге, x 0 тең болады 1-ге. Енді x нөліміз бар, y нөлді орнына қойайық. Y нөлді табамыз. Так, 4 көбейтіп 1-дің квадраты азайту 8 көбейтіп 1 қосамыз 9 тең болады. 4 минус 8 қосу 9, 1, 5-ге тең. Все, енді жанама теңдеуіне қоямыз. Бұрыш коэффициенті 0-ге тең. Мына x азайту 1 қосамыз 5 тең болады, y тең болады 5-ге. Бұл бірінші тәсіл. Екінші тәсіл. Графикті елестететін болсақ, бізде мынауымыз бізде былайына орналасып, қалай екен белгісі былайына орналасып болса. Горизонталь десе, x өсіне қарай параллель, y өсіне параллель орналасып керек, дұрыс па? Ол тек қана мына нүктеде ғана параллель орналаспай ма? Горизонтальна. Басқа нүктелердің бәрінде көлбеуін кетеді. Мына яқтан істесек былай көлбеу болып кетеді. Мынаған істесек былайдан көлбеу болып кетеді. Біз сонда горизонтальный мына нүктеде ғана. Бұл нүктенің координаты мына жақта x0, мына жағымыз y0 деген сөз. Яғни параболаның төбесінің координатасы ғой. Ал бізде y0-ді табамыз. Минус дискриминант бөлінген 4a деген формула бар емес пе еді? Осымен тапсақ болады. Так, минус дискриминантымыз 8-дің квадраты 64, атамыз 4 көбейту 9, бөлінген 4 көбейтілген 4. Так, асты 16, мына минус 64, азайтамыз 16-ны 9-ға көбейтейік. Қандай пысық қыз бар, оқыш бар көбейтесін. Тыңдап отырсыз ба мені вообще? Yeah. 144. Одан 64 азайтсақ минус 80, жақшан алдамыз 80. Сонда 80 16-ға бөлсек 5. Все, сонда мына екеуін былай да шығарсақ болады логикалық түрде. Түсінікті? Енді бастапқыдағы туындысын алып, былай теңестіріп шығара берсеңдер де болады, былай да орындалады. Сосын мынау да орындалады былай да. Ары қарай. Параболасының графигіне мына екі нүктеде жүргізілген жанамалар қандай нүктеде қиылысады? Бізде мынандай болып тұр. Мына нүкте жүрген. Бізге мынау екі нүктенің қиылыс нүктесін табу керек, екі жанаманың. Мына нүктені табу керек. Ол үшін мынауымыз бізде x0, мынау бізде y0, мынау бізде x0, мынау бізде y0. Екі нүктені жеке-жеке қарастырамыз деген сөз. x0 бар, y0 бар, бізге k-сы керек. Бірінші мына функциядан туындасақ, бір дәрежесі алдыға келіп түседі, x минус 1 дәрежесі 1 болады, ішінен туындалып көбейтсек 1-ге тең болады. 2 сонда x минус 1 болады деген сөз. x0-ді апарып қойсақ, сонда k шығады, k-мыз біріншіге минус 1-ді апарып қойып, минус 1 азайту 1 тең болады, минус 2. Бірінші түзуін теңдеуін табатын болсақ, k-мыз минус 2, x азайтылған минус 1 плюс 1 болып кетеді, и қосамыз 2-ні, y-нөлімізді. Сонда минус 2x
минус 2 плюс 2 тең болады минус 2x'қа. Мына түсінікті ма бірінші теңдеуіміз? Иә. K2-ні табамыз. K2 дегені туындысы бар. Туындысына екінші нүктені тап қоямыз. Так, бізде x минус 1 ғой. Екінші нүктеміз 2 азайтылған 1 тең болады 1-ге. Все, енді түзудің несін табатын болсақ, неқта 1x азайтылған 2 қосамыз 0,5. Сонда x азайту 2 қосылған 0,5 тең болады. Минус x азайтылған 1,5. Енді екі жанаман теңдеуі бар. Осы екеуін бір-біріне қиылыстырамыз. Минус 2x тең болады, x азайтылған 1,5. Так, x-тар бір жақын айтайық. 3y болады минус 1,5-ға. X тең болады неге? 0,5-ге. Все, енді x-ін сұрасы осылай айтсақ болады. Немесе x, y-ін координатаны сұрайтын болса, мына екі жанаман кез келген біреуін апарып қойсасыңдар болады. Y табу үшін минус 2 көбейтеміз. Мен біріншіні апарып қойайын. Минус 2 0,5 көбейтсем минус 1. Сонда қиылысу нүктесі 0,5-те минус 1 деген сөз. Түсінікті ме? Ары қарай. Бұның қандай мәнінде y-тегі 3x қосылып түзуі мына функцияның графигіне жанама болады. Бізде мынау жанама деп тұр. Просто бұны мәнін табу керек. K-міз неге тең сонда? 3-ке тең. Все, мына нүктені біз нені табу керек? Не істейміз, қалай шығарамыз? Не идея бар? Туындысын табу, K-ға теңестіреміз, 4x азайту 5 тең болады, бұл y ширқа. Енді x0-ді апарып қоятын болсақ, сонда бізде 4x0 азайту 5 тең болады, k-міз k 3-ге тең. Сонда 4x0 тең болады, бұлай қойса 8x0 тең болады 2-ге. Енді жанаман теңдеуін табу үшін бізге y0 керек. Y0-ді біз ана бастақ функцияға апарып қоямыз. 2 көбейтілген 2-нің квадраты азайтамыз 5 көбейтілген 2 қосылған 1 тең болады. 8 азайту 10 қосылған 1. Есептейтін болсақ, минус 1 шығады. Сонда жанаман теңдеуі бұрыштық коэффициентіміз 3-ге тең, x азайтылған 2x нөліміз, ал y нөліміз минус 1. Сонда 3x азайтылған 6 азайту 1 тең болады 3x минус 7-ге. Сонда бұны мәнін сұрап тұр. Бұмыз бізде неге тең? 7-ге. Минус 7. Ары қарай. Енді физикалық мағынасы. Физикалық мағынасы мынандай. Біз жолдың теңдеуін береді. Егер жолдың теңдеуін тыға байланысты теңдеу берілсе, осынан туындалатын болсақ, жолдан бізде жылдамдық шығады деген сөз. Ал егер жылдамдықтан туындалатын болсақ, бізде үдеу шығады деген сөз. Түсінікті ме? Иә. Мысалға, айтады, x тең 2 уақыт, t тең 2 уақыт мезгілінде, кейде жолда x-мен де көрсете салады, x тең 4 дәрежесі азайтылған 8 бөлінген т заңы бойынша түзу сызықта қозғалатын материялық нүктенің жылдамдығын табында. Жылдамдық деген сөз жолдан туындалғанға тең, жолдан туындасақ бізде жылдамдық шығады. Так, енді туындысын табайық. Туындысы 16t куб, азайтамыз 1 бөлінген t-ның квадраты туындысы плюс 8 t квадрат па? Туындысы. Енді 2t-ның мәні бар, 2 секунд. Орнына апарып қоямыз. 16 көбейтілген 2-ның кубы қосамыз 8 бөлінген 2-ның квадраты. Так, 8, 16-ны 8-ге өйтсек. 128 ба? Қосамыз 2-ні. 137. Çıktı mı?
иә. Ары қарай. Жолдың теңдеуі берілген, уақыт берілген, және бізге айтады материалдық нүктенің жылдамдығын табыңдар дейді. Жылдамдық вот жаңағыдай туынды аламыз. Так, т квадрат қосамыз, т куб болады, иә. Сен орнына апарып 4 апарып қойсақ, 4-тің квадраты қосылған 4-тің кубы 16 64 тең болады 80-ге. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Қазір. Алло. Так, ары қарай. Мен даусым естіліп тұр ма? Иә. Так, Т нүктесі берілген. Так, бізге мына жолдың теңдеуі берілген. Нанте заңы бойынша қозғалатын материал нүктенің үдеуін табыңдар дейді. Үдеу деген сөз жылдамдықтан туынды, иә? Ал жылдамдық деген сөз жолдан туынды. Сонда үдеуді табу үшін жолдан 2 рет туындасаңдар болады. Так, сонда бірінші рет туындасақ, мынадан туындасақ, -2 қосамыз 48 т -9 т квадрат, иә? Осыны тағы туынды аламыз. Сонда 48 азайтамыз 18 т деген сөз. Так, енді орнына апарып т-ны апарып қоямыз. 48 азайтамыз 18 көбейту 1. Сонда шығады 30. Түсінікті ма? Иә. Так, бүгінгі мына тақырып болды. Қазір екінші файлды ашайын, соны жалғастырамыз ары қарай. Қараңдар, туындының тағы қолдану аясы туындының көмегімен функцияны зерттеу. Өсу, кему, аралықтары, кризис нүктелері, сол моменттердің бәрін осы туындының көмегімен тапсақ болады. Так, бірінші функциялардың экстру нүктелері. Негізінен экструмыз кризистік нүктелер болсын. Бірінші кризистік нүктені табасың, экструмыз кризистік нүктелерді құрасың. Кризистік нүктелері. Немесе экстримді кризис нүктелері бола берсін. Ол үшін бірінші функциядан туынды аламыз. Мына функциядан туынды алайық. 3x-тің квадраты қосамыз 6x минус 45-ге. Енді туынды алғаннан кейін бұны 0-ге теңестіреміз. Так, ары қарай квадрат теңдеу шығарамыз. Так, барлығын 3-ке бөліп тастасақ болады. Сонда бізде x квадрат қосамыз 2x минус 15 тең болады 0 деген сөз. Мынаны енді бетпен шығарсыңдар да болады, дискриминантпен шығарсыңдар болады. Қалай ыңғайлы өздеріне білесіңдер. 2-нің квадраты 4 азайтамыз 4 көбейтілген минус 15, сонда мына жақта плюс 64, x тең болады минус 2 плюс минус 8, 2 болады, яғни 2 көбейту 1. Так, сонда плюс қобасақ 6, 3 болады, минус қобасақ минус 5 болады. Мына 2 нүкте кризистік нүкте, немесе күдікті нүкте деп аталады. Немесе күдікті нүкте. Неге күдікті нүкте? Осы моменттерде функция не кемейді, немесе өседі деген екіге бөлінеді.
осы екі нүктеде ол өзгереді деген сөз функцияңыз. Сол екі, сондықтан ол күдік нүкте немесе крестік нүкте деп атайды. Түсінікті ма? Yeah. Ары қарай. Так, тоже крестік нүктені таба берейік мына функциядан. Ол үшін туындысын алайық бірінші. U көбейтілген v бойынша туындаламыз. Ол деген сөз, U көбейту v функциясынан туындалатын болсақ, U штрих көбейту v қосамыз, U көбейтілген v штрих. X-тан туындасақ, түбірін өзі жазылады, 2 азайту x квадрат. Қосамыз, x-ін өзі жазылады, түбірден туындалайды. Түбір деген сөз, түбір астында 2 азайту x квадраттан 2-ден бір дәреже қарастырайық. Туындалатын болсақ, так, надан минус 2-ден бір азайтылады. И көбейтеміз, ішінен туындаламыз. Ішінен бізде минус 2x шығады. Бұны ақшамдайтын болсақ, 2 мен 2 қысарып кетеді. Сонда минус x бөлінген бір насына 2 азайтылған x квадрат болады. Андай болып тұр. И бұны нөлге теңестіреміз. Так, бәрін ортақ бөліп беретін болсақ, түбірдің астында 2 азайтылған x квадрат, 2 азайту x квадрат, азайтылған x квадрат тең болады нөлге. Бізде бөлшектің бөлімі нөлге тең боламайды. Еш уақытта тек қана үсті нөлге тең. Так, үсті нөлге теңестірейік. Сонда 2 азайту x квадрат, азайту x квадрат тең болады нөлге. Так, бұлай қарай өткіземіз. Тең болады x квадратқа. И екі жағын тоже квадратта жіберейік. Сонда 2 азайту x квадрат тең болады x-тен 4 дәрежесі. Так, сонда x4 азайтылған қосылған x квадрат минус 2 тең болады нөлге. X квадратта t деп алайық. Сонда t квадрат қосылған t азайтылған 2 тең болады нөлге. Вет бойынша айтатын болсақ, немесе коэффициенттердің қосындысы. Мыналарында бір ғой. Коэффициенттердің қосындысы бізде 0-ді береді. Значит, t1-іміз 1-ге тең, t2-іміз c бөлінген аға, минус 2 бөлінген 1-ге, сонда минус 2-ге тең. Сонда x квадрат тең болады 1-ге, x тең болады плюс минус 1-ге. Ал x квадрат тең болады минус 2-ге, бұл жақта бос жиын. Сонда мұна екі нүктеміз біз крестік нүкте деген сөз. Түсінікті ма? Yeah. Yeah. Ары қарай. Мына функцияның крестік нүктесін табайық. Туындаламыз, иә? Сонда бізде 8x азайтамыз. Қанша болады? 8x 0. 0-ге теңестіреміз. Ары қарай 8-ге жақын сатына шығарып жібереміз. Сонда x квадрат минус 1 тең болады 0-ге. Жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда x тең болады 0-ге. X квадрат минус 1 тең болады 0-ге. X квадрат тең 1-ге. X тең болады плюс минус 2-ге. Сонда мұна үш нүктеде бізде крестік нүкте болып табылады деген сөз. Мұна нүкте және мұна нүкте. Түсінікті ба? Yeah. Ары қарай. Енді функцияның монотонды аралығы. Монотонды аралық деген қандай? Өсу және кему аралықтары. Функцияның өсу аралығы бар және кему аралығы бар. Ол барлық функцияда не өсуі де мүмкін, немесе кейде кемуі де мүмкін. Неде екеуі де орындалуы мүмкін. Сол аралықтарды айтамыз монотонды аралық деген сөз. Ол үшін бірінші функциядан туынды аламыз. 3x квадрат азайтамыз 8x қосылған 5. И жаңағыдай 0-ге теңестіреміз. Яғни күдік нүктені табу керек біз. Так, аяқтан коэффициенттердің қосындысы бізде 0-ді беріп тұр. Значит, t1-іміз 1-ге тең, t2-іміз 5 бөлінген 3-ге тең. Енді осыны аралыққа саламыз. Мына нүктеміз 1, мына нүктеміз 3-те 5. Сау. Енді таңбасын зерттейік. X квадратына алды плюс, значит, плюс, минус, плюс. Бізде енді мынандай момент бар. Біз тек қана туындымен зерттейміз. Туындыға қойып зерттейміз таңбаны. Туындымыз 0-ден үлкен болатын болса, бұл жақта өседі. Ал туындымыз 0-ден кіші болатын болса, кемиді онда. 0-ден үлкен деген сөз плюс аралықтар, мына плюс аралық жазамыз. X 1-ге дейін, 1-ге де өсесіне қойып, 3-те 5-тен плюс x-ке өседі.
Вот мына жақта плюс тұрған аралықтарда, мынау аралықтарда өседі мына жақта. Ал мынау астындағы мынау аралықтарда x тиісті 1 мен 3/5-дің арасында кемейді. Түсінікті ме мына жазылғаным? Өседі, кемейсін аралықтары. Yeah. Ары қарай. Мына сен ғана монотон аралығын таба берейік. Туындысын табамыз. 5x-дің 4 дәрежесі қосамыз 6x квадрат қосылған 1. И бұл бізде тең болады 0-ге. 4 дәреже шығару үшін x квадраты t деп алайық. Сонда 5t квадрат қосамыз 6t қосу 1 тең болады 0-ге. Ары қарай дискриминант 36 азайтамыз 4 көбейту 5 тең болады 16-ға. Сонда t тең болады минус 6 плюс минус 4 бөлінген 2 көбейтілген 5-ке. Так, плюс қыласақ минус 2 минус 5-тен 1. Минус қыласақ минус 10 минус 1. Так, мына 2-тен аралыққа саламыз. Так, бізде қандай бар? Мына жақта минус 1, мына жақта минус 5-тен 1. X квадратын алды плюс, значит 2 жағымыз плюс. Тең болады. Енді мынау f'-қа зерттеліп отыр. X тең болады плюс аралықтары. Минус шексіздіктен минус 1-ге дейін, 1-ге де минус 5-тен 1-ден плюс x-ке дейін өседі. Ал минус нақты тік жақша болады, өсетін аралықтарда. Минус 1-ден минус 5-тен 1-ге дейін кемейді. Түсінікті ма? Yeah. Ары қарай. Так, мына жақта да монотон аралығын таққанда туындысын табамыз. 3x квадрат азайту 2x минус x. Ой, минус 1 екен ғой. Минус 1. И бұны 0-ге әсіреміз. Ары квадрат теңдеу коэффициенттердің қосындысы бізде 0-ді беретін көрініп тұр. Значит, x1-іміз 1-ге тең, x2-іміз минус c бөлінген аға тең, яғни минус 1 бөлінген 3-ке. Так, аралыққа салайық. Так, мына жағымыз минус 3-тен 1, мына жағымыз 1. Так, x квадратын алды плюс, значит, x7-іміз плюс, ортасы минус деген сөз. Сонда өсіп аралғандай? Плюс болып тұрған аралықтарды айтамыз. Минус шексізден минус 3-ге дейін. 1-ден плюс x-ке дейін функция өседі. Ал x тиісті болады минус 3-тен 1-ден 1-ге дейін кемейді. Түсінікті ма? Yeah. Ары қарай. Функциялардың экстрем нүктелері. Енді экстрем нүктелерін тауып көрсетемін. Экстрем дегеніміз бізде максимум ба или минимум ба. Сол нүктені ажыратамыз. Бірінші мынандай туындаламыз. 3x квадрат қосамыз 6x минус 45. Енді 0-ге теңестіреміз. Міндетті түрде кризис нүктені табамыз. Бұның бәрін қарасақ 3-ге бөлінеді. 3-ге бөліп тастасақ x квадрат қосамыз 2x минус 15 тең болады 0-ге. Бетпен шығарсақ x1-іміз тең болады минус 5-ке, x2 тең болады. Көбейтсек минус 15, қоссақ минус 2 болу керек. Енді тура жаңағыдай таңбаны зерттей береміз. Минус 5 және 3. Енді мына таңбаны зерттейік. Таңбаны плюс, плюс, минус. Енді мынандай момент. Плюс деген өсетін аралық. Вот плюс деген өсетін аралық. Бұлай өсіп келе жатады. Минус 5-ке келгенде таңба өзгереді. Минус 5-тен минус 3-дің арасы минус болғандықтан ол кемейді деген сөз. Анықтаймыз жақта минус 5. Бұлай келе жатады. 3-ге келген кезде таңба өзгереді. Қайтадан жоғарыға көтеріледі деген сөз. Примерно мына өсіп кемейтіні. Біз жақта плюс болып кетқан жер өседі. Бұлай қарай кемейді. Қайтадан бұлай қарай өседі. Вот мына жерде. Сонда қарасақ плюстан минусқа өзгерсе максимум. Вот мына жағымыз плюс, төмен қарай түссе минус деген сөз. Плюстан минусқа өзгерсе максимум нүктесі болып табылады. Ал минустан плюсқа өзгерсе ол бізде минимум нүктесі болып табылады. Сонда мынауымыз минимум нүктесі. X max тең болады минус 5-ке. Ал x min тең болады 3-ке.
Ал егер соған сәйкес y максимумды табу үшін бастапқы функцияның орнына 5 минус 5 апарып қоямыз. Так, минус 5-дің кубы қосамыз 3 көбейтілген минус 5-дің квадраты, азайтамыз 45 көбейтілген минус 5 қосылған 1. Осымен есептесек, бізде y максимум шығады. Тура сондай y минимум есептеу үшін парамызда орнына апарып қоямыз деген сөз. Түсінікті ма? Yeah. Ары қарай мына функцияның x нүктелерін табайық. Максимум және минимум нүктелер. Бірінші функцияның туындысы керек. U бөлінген v-дан қарасақ, үстінен туындасақ 3 шығады. Көбейтеміз астыңғысының өзін. X квадрат қосамыз 4, x қосылған 4. Үстіңгісі соге жазылады, астыңғысынан туындаламыз. 2x плюс 4. Бөлеміз, аяқта x плюс 2-нің квадраты отыр ғой. Осының тоже квадраты отыр. Так, мына жерден екеуінен 2-ні жақын сыртына шығарып тастайтын болсақ, мына жақта қандай отыр? X плюс 2-нің квадраты 3 емес 6x, мына жақта x плюс 2 отыр. Аса x плюс 2-нің 4 дәрежесі. Так, ортақ көбейткіш x плюс 2-ні жақын сыртына шығарып қысқартатын болсақ, 3x плюс 2 минус 6x бөлінген x плюс 2-нің кубы қалады екен. Нақшамда кенді. Жақшанашақ 3x минус 6x минус 3x плюс 6 астында x плюс 2-нің кубы. Бұл нөлге тең. Асты нөлге тең емес, үстін ғана нөлге теңестіреміз. Сонда минус 3x қосылған 6 тең болады нөлге, x тең болады 2-ге. Енді мына нүктені ажыратайық, аралыққа салайық 2 деген нүктені. Туындыдағы бізде ең соңғы жинақталған мәні мынау. Так, үстіңгісінде минус, астыңғысында плюс. Значит, плюсті минусқа бөлсек, минус мына жағымыз плюс болады. Сонда плюстан минусқа қарай өзгерсе біз не береді? Максимум береді. X максимум тең болады 2-ге. Y максимум табу үшін бастапқы функцияны орнына апарып қойсақ болады. 3 көбейту 2, астыңғысы x плюс 2-нің квадраты ғой. Значит, 2 қосылған 2-нің квадраты. Так, сонда аяқта 6, аяқта 4-нің квадраты 16, сонда 8-ден 3-тен максимум береді. Түсінікті ма? Yeah. Ары қарай. Так, мыналарда тура сондай, бізде қазір сәл біле салмай жатырмыз, сондықтан тастап кетіп мына есептерді. Бұл есептерді тура жаңағыдай шығады, максимум минимумдар. Түсінікті ма? Енді максимум минимумнан бөлек ең үлкен және ең кіші деген мәндер бар. Бізде максимумдар бірнеше макс болуы мүмкін, немесе бірнеше минимум болуы мүмкін есепке байланысты. Ал ең үлкен, ең кіші мәндер біреу ғана. Еще ол интервалда ғана береді. Белгілі бір арақашық интервал беріледі, сол жердегі ең үлкен және ең кіші мәндерді таба аламыз. Оны есептеу үшін бірінші тура жаңағыдай максимум минимум аралықтарды табамыз, туындысын табамыз. 4x куб азайтамыз 16x и нөлге теңестіреміз. Яқта 4x жақын сыртына шығарсақ, x квадрат минус 4 тең болады нөлге. 4x тең болады нөлге, x тең болады нөлге. Яқта x квадрат минус 4 тең болады нөлге, x квадрат тең болады 4-ге, x тең болады плюс минус 2-ге. Енді мына жақта қараңдар. Мынау аралыққа кіреді мәндері қайсы? Мына жақта. Мына екеуінің қайсы анау аралыққа кіреді? 0, мынау аралыққа кіреді. X тең 2 мынау аралыққа кіре ма? Кіреді. Ал x тең минус 2 мынау аралыққа кірмей қалады, дұрыс па? Минус 2-ні алмаймыз. Сосын енді мына границаларды аламыз. X тең болады минус 1, x тең болады 3 деген мәндерді границаларын аламыз, яқта мәндерді. Енді осыған сәйкес y-тарды табамыз. Y-ті табу үшін бастапқы нүктеге апарып қоямыз мәндерді. Так, 8 көбейткен 0-дің квадраты қосылған 1, бұл жақта 1 шығады. Y тең болады 2-ні есептегенде 2-нің 4 дәрежесі азайтылған 8 көбейту 2-нің квадраты қосылған 1. Так, 2-нің 4 дәрежесі 16, азайтамыз мына жақта 4 32 қосылған 1 минус 16 минус 15 дейді. Потом y тең болады минус 1-ді апарып қоямыз. Минус 1-дің 4 дәрежесі азайтамыз 8 көбейтілген минус 1-дің квадраты қосылған 1. Мына жақта 1 азайту 8 қосылған 1 тең болады минус 6.
3'te 1 koyamız. 3'tің 4 дәрежесі 81. 3'тің квадраты 9, 8 өтеміз 72, қосылған 1, мына жақта 9, 9-ға 1 қосамыз 10. Енді ең үлкен ең кіші мәндерін табу үшін мына жақтағы y-тар таптық қой, сол y-тарын салыстырамыз. 1, минус 15, минус 6, 10. Ең үлкені қандай? Y тең 10, ең үлкені, дұрыс па? Ал ең кіші қайсы y тең болады? Минус 15. Ең кішісі. Түсінікті ма? Бізде максимум мен максимум мен минимум ең үлкендер ең кіші мәндердің айырмашылығы болады. Түсінікті. Ары қарай. Мына жақта тоже туындысын табайық. 9x квадрат азайтылған 4. И 0-ге теңестіреміз. Сонда 9x квадрат тең болады 4-ке, x квадрат тең болады 9-дан 4-ке, x тең болады плюс минус 3-тен 2 дейміз. Так, енді мына яқтан қайсысы мына аралыққа кірмейді десем, барлығы кіреді екен, плюс минус 3-тен 2 мына аралыққа кіреді. Сонда x тең болады 3-тен 2, x тең болады минус 3-тен 2, x тең болады минус 1, x тең болады 1 деген мәндерді аламыз, соның y-тарын табамыз. 3-тен 2-ні ойсақ. 3 көбейтілген 2-дің кубы 8, 3-тің кубы 27. Азайтамыз. 4-тан өте 8 бөлінген 3 қосылған 8 дейді. Так, наменнан қысқарт жесек 3, мына 9 алады деген, ортақ бөлінген 3-тен 9-дан береміз. Так, сонда асты 9, 8 азайту 24 қосамыз 72. 72-ден 24 айса 48, 48-де 8-ді қоссақ 56 бөлінген 9. Мынаны апарып қоямыз. Минусын қойсақ, бізден яқта минус 9-дан 8 шығады, мынаған минус апарып қойсақ 8 болады, яқта плюс 8. Ортақ бөлім береміз, жаңағыдай 9, минус 8, мынаған 3-тен берсек плюс 24, мынаған 9-дан берсек 72. Так, 24-тен 8 азайтсақ 16, 16-ға 72-ні қосамыз 88. Минус 1-ді апарып қойсақ, минус 3, плюс 4, плюс 8. Так, 1 мына 9 шығады, 1-ді апарып қойсақ 3, минус 4, плюс 8, минус 1, минус плюс 7 болады. Так, 56-ны 9-ға бөлсе қанша бүтін? 6 бүтін, 7 бүтінге жетпейді. Пока сонда ең кішісі мынау ғой. Мынау ең кішісі. Так, 88 9-ға бөлсек, ол 10 бүтінге жуық. Яғни 9 бүтін дән бірдеңке. Мынаған қарағанда үлкен, значит, мынау бізде ең үлкені болып табылады. Түсінікті ма? Иә. Ары қарай. Так, мына мысалда қарастырып кетейік. Туындысын табайық. 6x квадрат азайтамыз 3x 0-ге теңестіреміз. x 3x жақын сыртына шығарсақ 2x минус 1 тең болады 0-ге. x тең болады 0-ге. Мына 2x тең болады 1-ге, x тең болады 0,5-ге. Так, екеуі де мына 0-3-ге кіреді. Мына x тең болады 0, x тең болады 0,5, x тең болады 3. 0-ді қайталамаймыз, бір рет жазсақ жеткілікті. Так, 0-ді апарып қойсақ, бізде 2 шығады. 0,5-ді апарып қойсақ, 2-ден 1 деп қарастырайық. 2-ден 1-дің кубы 8-ден 1, мына 2-сі бар, азайтамыз 2-ден 3, 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1 қосылған 2. 8-ді қалдыра берейік, мынаған 8-ден береміз. Сонда бізде қандай отыр? Асты 8, 2 минус 3 плюс 16 минус 1, мына 15 бөлінген 8. Так, 3-ті апарып қойсақ, 3-тің кубы 27, 2 өтеміз 54. Азайтамыз 2, 3, 9 қосылған 2. Мынаған 2-ден берейік, ортақ бөлім, мынаған да 2-ден берейік. Сразу 56, 56-ға 2-ден береміз, 56-мыз бізде 112, 9 мына 27 бөлінген 2. 112-ден 27-ні азайтсақ 85 па? 85 2-ге бөлеміз. Так, енді қарап тұрсақ 2, 15-те 8, және 85-те 2. Енді 85-те 2-де бөлсек 40-та 1-денке. Сонда бізде қарап тұрсақ, мынауымыз ең үлкені.
2 бүтін мен 15-8-ге бөлсек бізде 1-де 1-ден 2-ге жетпейді, мына 2. Сонда ең